Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар және желі қолданушылары. Менің есімім Жұлдызай Темірханқызы. Мен бүгін сіздерге мобильдік кітапхана туралы ақпарат беретін боламын. Қазір өздеріңіз білесіздер, неше түрлі ұшқыр технологиялар дамып, күнделікті заман талабына сай біз кітапханада заман талабына сай бірге қадам басып бара жатқан жайымыз бар. Сіздердің назарларыңызға ұсынып отырған сөредегі кітаптардың барлығы мобильді кітаптар. Оқырман кез келген өзі іздеген тақырыпты телефонның көмегімен интернет желісі арқылы ала алады. Сол себепті де осы мобильді кітаптардың кітапхана үшін өте маңызы зор болып табылады. Өздеріңіз көріп отырған мобильді кітаптардың мынандай шеттерінде цифрландырылған кодтар көрсетілген. Бұл яғни QR-код деп аталады. Бұл QR-кодпен қалай жұмыс жасаймыз, мен сіздерге қазір түсіндіретін боламын. Ұялы телефонның көмегімен Play Market арқылы Scanner QR-код деген программаны жүктеп алатын боламыз. Сосын осы программаны ашып, осылайынан камераны қойсаңыздар, жаңағы QR-кодтыға көрсетіп, мынандай көкпен ссылка көрсетіледі. Соған өту арқылы біз кітап туралы толық осы кітапта не жазылған, соның барлығын осы телефонның көмегімен оқитын боламыз. Міне, жақсылыққа жақсылық деп шықты. Мына кітаптың барлық осы неше беттен тұрады, барлығы осының ішінде. Бүкіл ақпаратты ала аласыздар. Енді, құрметті оқырмандар, бұл яғни заманауи техника болғандықтан, қазір өздеріңіз білесіздер, жас буын көбінесе осы телефонға тәуелді болып қалды. Яғни телефонның көмегімен ұялы телефон арқылы оқығанды дұрыс көретін оқырмандарымыз да бар. Ал кейбір оқырмандарымыз болса, бұрынғыдай, яғни кітапты сезіну арқылы, кітаптың әр парақшасын ашу арқылы, яғни кітап арқылы оқығанды жақсы көреді. Ал кейбір жас буындар, яғни қазір заман талабына сай, көбіне жас буын осы QR-код арқылы оқығанды өздері дұрыс деп, яғни тиімді деп санайды. Енді біздің міндетіміз кітапхана болғандықтан оқырманның кез келген талабын қанағаттандыру. Осы орайда біздің кітапханамызда мобильді кітапхана жұмыс жасап тұр. Яғни мобильді кітаптарымызды оқитын оқырмандарымыз көбіне жас буын болып табылады. Құрметті оқырмандар, кез келген уақытта келіңіздер кітапханамызға, біз сіздердің сұраған сұраныстарыңызға қанағаттандыруға тырысамыз. Барлық әртүрлі кітап қорымызда әртүрлі кітаптар бар кез келген тақырыпта. Келіңіздер, оқыңыздар. Назарларыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.